Алматыда ТМД тау-кен компаниялардың форумы өтті. Шараға қатысқан Қазақстан, Қырғызстан, Ресей мен Моңғолияның жетекші кәсіпорындары өкілдері әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып, компанияларды тұрақты дамыту жолдарын ортаға салды. Бірінші кезекте бұған еңбекті қорғау және өндірістегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі жатады. Форумға Қазақмыс тобының атынан Қазақмыс корпорациясының қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология департаменті директоры қызметіне жуырда тағайындалған Қанат Шайқыбеков қатысты. Наша цель сейчас обеспечить четкий. Қазір біздің мақсатымыз техника қауіпсіздігін сақтау мен еңбекті қорғау әрбір қызметкердің күнделікті міндеті екенін жұмысшылардың санасына сіңіру. Біз сананы өзгертудің қиын екенін білеміз. Бұл өте көп уақытты талап ететін күрделі процесс. Қанат Шайқыбековтың кенші ретінде жинақтаған тәжірибесі мол. Ол еңбек жолын бұрғылаушыдан бастады. Сондықтан да еңбек қауіпсіздігінің бағасы мен өндірістегі жарақаттарды болдырмаудың қаншалықты маңызды екенін жақсы біледі. Для достижения поставленных целей по улучшению Компанияның өнеркәсіп қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы ахуалды жақсарту жөніндегі мақсатына жету үшін біз ең негізгі деген бағыттарды айқындап алдық. Кеніш болған соң бірінші кезекте кең массалардың опырылып түсуі, электр қауіпсіздігі, кеніштегі ауаны мүмкіндігінше жақсарту, жеке қорғаныс құралдары мәселелердің маңызы зор. Қазір біз жаңа қорғаныс құралдарын алып жатырмыз. улучшение состояния рудничной атмосферы.